Келесі тақырып тірі ағзалардың алуан түрлілігі және таралуы жер қабықтарына әсері деп аталады. Енді тірі ағзалардың көп түрлілігіне келетін болсақ, жалпы жер бетінде ғалымдардың есептеуі бойынша өсімдіктердің 500 мыңнан астам түрі бар екен. Есте сақтаймыз, 500 мыңнан астам, ал жануарлардың 1 миллионнан астам түрі бар екен. Мынау бунақ денелілер дейді, бунақ денелілер мен бактериялардың түрлерін ғалымдар әлі есептеп біткен жоқ. Әлі есептеп толық айта алмайды, оның көптігі соншалық. Және жыл сайын, ай сайын, күн сайын өсімдіктердің, жануарлардың жаңа түрлері ашылып жатыр. Мысалы, адам аяғы баспаған, адам аяғы жетпеген тропиктік ормандарда, болмаса мұхит теңіздердің терең түкпірлерінде, болмаса мұхиттың өзінен әртүрлі жаңағы жануар, өсімдік түрлері табылуда, және ол процесс жалғасуда. Сондықтан нақты айту қиын, қанша жаңағы түрден тұратын. Жалпы тірі зат дегеніміз ол жер бетіндегі барлық тірі ағзалардың жиынтығы. Тірі ағзалар өздері, жаңағы 4 патшалыққа бөлінеді екен: өсімдіктер, жануарлар, бактериялар, саңырауқұлақтар деп. Енді өсімдіктердің өзі жаңағы ылғал мен температура топырақтың түріне қарай қылқан жапырақты, жалпақ жапырақты, мәңгі жасыл деп бөлінеді. Не болмаса жануарлар патшалығы жаңағы сүтқоректілер, одан кейін құстар, жорғалаушылар, балықтар, бунақ денелілер деп өз ішінде тағы бөлінеді. Яғни қарап отырсаңыз, өз ішінде жануарлар әлемі, жалпы тірі ағзалар әлемі әртүрлі класстарға бөлінеді екен. Тірі ағза мен олардың бірлестігі биоценоздардың таралу заңдылығын зерттейтін ғылым биогеография деп аталады. Есте сақтаймыз және жазып аламыз. Тірі ағза мен олардың бірлестігі биоценоздардың таралу заңдылығын зерттейтін ғылым биогеография деп аталады. Яғни мынау нелер, жалпы тірі ағзалар табиғатқа, климатқа қарай әртүрлі аймақта әртүрлі таралған екен. Мысалға, экватор маңында олардың түрі өте көп болса, поляр аймағына қарай жылжыған сайын климаттың өзгеруіне байланысты олардың түрлері де өзгеріске ұшырайды, және жалпы таралу жиілігі де өзгеріске ұшырайды екен. Тауларда да биіктікке қарай өзгеріп тұрады екен. Яғни неғұрлым биіктеген сайын, соғұрлым жаңағы тірі ағзалардың түрлері азайып, сирей бастайды екен. Яғни климаттың жалпы тірі ағзалардың таралуына әсері өте үлкен. Енді жалпы тірі ағзалардың жер қабықтарына әсеріне келетін болсақ, жалпы мынау біздің планетамыздың өзі 4,5-5 миллиард жыл бұрын пайда болды деп келетін болсақ, оның тарихы өзі 2 кезеңге бөлінеді екен. Яғни тіршілікке дейінгі кезең және тіршілік пайда болғаннан кейінгі кезең. Өткен тақырыпта айтқан болатынбыз, жер бетінде тіршілік шамамен 3 миллиард жыл бұрын пайда болған. Және міне осы пайда болған ағзалар тіршіліктің, жалпы біздің планетамыздың барлық жердің қабықтарына әсер етеді екен. Ылғи заттар айналымына әсер етеді екен. Әсіресе мына өсімдіктерді алатын болсақ, сіздер білесіздер, өсімдіктер мынау ауадағы көмірқышқыл газын, әртүрлі минералды заттарды күннің әсерінен фотосинтез деген процесс арқылы оттегіге айландырады. Мына жерде, топырақтың ішінде өмір сүретін әртүрлі микроорганизм, бактерияларда жалпы айналымға қатысады екен. Өсімдік пен жаңағы жануарлар мен құстарда бұл айналымда басты рөл атқарады. Яғни бізде мына атмосфера, жалпы тірі ағзалардың атмосфераға да әсері өте үлкен. Атмосферадағы заттардың алмасуына әсер етеді. Литосфераға да әсері өте үлкен. Өйткені мынау білесіздер, жануарлар мен өсімдіктердің қалдықтары шіріп, топырақтың ең құнарлы қабаты гумусты, гумус топырақтың құнарлы қабатын құрайды екен. Әрине, олардың жаңағы шіру процесіне әсер ететін бактериялар, әртүрлі саңырауқұлақтар бар.
суға келетін болсақ, судың да айналымына мына тірі ағзалар әсер етеді екен. Мысалға, өсімдіктердің өзі бойындағы бойына су сіңіріп, ол суды атмосфераға буландырады екен. Мысалға, ғалымдардың есептеуінше атмосфераға бүкіл өсімдіктердің жаңағы булану процесі арқылы 10% жаңағы су 10% суды буландырып шығады екен өзінің бойынан. Және барлық өсімдіктерден басқа тірі организмдер, мұхитта, теңіздерде өмір сүретін, жер бетінде өмір сүретін тірі организмдер міндетті түрде жаңағы суды пайдаланады және судың айналу процесіне қатысады екен. Жалпы қорыта келгенде, тірі ағзалардың көп жылдық әрекеті атмосфераның жаңалануына, теңіз, көл суларының тіршілікке бейімделе түсуіне өз әсерін тигізеді екен. Оттегінің, мұнай мен көмір қабаттарының пайда болуы осы тірі ағзалардың көп жылдық әрекетінен қалыптасқаны анық. Ал сіздер білесіздер, мынау мұнай мен көмір қабаттары біздің тек планетамыздың ғана емес, адамдардың да тіршілік үшін маңызы өте зор. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.